Ассаламағалейкум, құрметті оқырмандар. Прямой эфирға шыққан едім және телефоным ыстықтан қызып кетті. Қайтадан мен прямой эфирға шығып жатырмын. Аллаға шүкір, барлық қажыларымызбен қазір шайтанға тас лақтыруға шықтық. Міне осылай келе жатырмыз. Енді қысқа сіздерге осындай прямой эфирларды қазір кіріп шығып сохранить етіп отырамын, себебі және телефоным өшіп қалғандықтан жәнегі алғашқы 15-20 минуты сақталмай қалыпты. Барлық қажыларымызбен міне жамаратқа, шайтанға тас лақтыруға шығып келе жатырмыз. Жолдамыз барлығымыз көктөбенің астында жүріп келе жатырмыз. 300 қажымызбен бірге. Құдай қаласа Архат деген ұстазымыз біздің гидіміз. Бәріміз міне жалпы группамен келе жатырмыз. Иншалла. Бүгін шайтанға тас лақтырудың екінші күні. Жалпы қажылықтан кейін 3 күн бойы біз шайтанға тас лақтырамыз. Бірінші күні тек қана үлкен шайтанға тас лақтырамыз, 7 тас. Содан кейін екінші күні 3 шайтан, кіші, орта, үлкен шайтан болып бөлінеді. Сол үшеуіне де 7 тастан лақтырамыз. Үшінші күні тура сол сияқты 7 тастан. Жалпы біз Муздалифаға Арафаттан келген кезде сол 49 тас жинаймыз. Бірінші күні 7 тас лақтыру үшін 7 тас, екінші күні 21, үшінші күні 21, соны жалпылама 49 тас жинаймыз. Осылай 49 тасымызды жинап, тасымызды міне алып келе жатырмыз. Енді соңғы 2 жыл бойы Министерство хаджа, және осы жақтың министерствосы, қажылық министерство деген өзі бір бөлек бір министерство бұл жерде. Сол кісілер бізге шайтанға тас лақтыру үшін тастарды осындай бір пакеттің ішінде береді. Енді бұл пакеттің ішін ашып қараған кезде ішінде міне осындай қиыршық тастар болады. Жеткілікті мөлшерде болады. Осыны әрбір қажымызға таратып береміз. Сол Құдай қаласа осы жерден алып, қажыларымыз шайтанға тас лақтырады. Міне группамыз келе жатыр. Міне қарағандарыңызда өте көп халық бар. Енді 3 миллион қажы осылай келіп шайтанға тас лақтырады ғой. Құдай қаласа қазір эфирді аяқтаймын. Бұл жол енді тура осылай тіке бір 500-600 метрдей жүреміз. Сол тура шайтанға тас лақтырар кезде қайтадан эфирге шығатын болам. Құдай қаласа сіздердің ниеттеріңізге де шайтанға тас лақтырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бір 10-15 минуттан кейін қайтадан эфирға шығам. Эфирді бөлуімнің себебі телефоным қызып кетіп жатыр, енді 45 градус ыстық қой. Сондықтан Құдай қаласа біраздан кейін қайтып шығатын болам.